Сәлем достар, біздер бүгін қысты күні ыстық шаймен бірге ішетін апельсинді кекс дайындаймыз. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдымен 2 жұмыртқамызға қантымызды жұмсақ бөлме температурасындағы сары майымызды салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Осылай миксерлеп болғасын, бір апельсиннің цедрасын теркіден өткізіп аламыз. Бір немесе 1,5 жарайды. Одан кейін апельсинімізді ашып, ішіндегі тастарын алып, 2-ге бөліп, блендермен езіп аламыз жақсылап тұрып. Мінекей осындай масса дайын болады. Осылардың барлығын, цедраны, апельсиннің пюресін барлығын миксерленген массамызға саламыз. Үстіне ұн, қопсытқыш салып, жақсылап тағы да миксерлейміз. Миксерлеп болғаннан кейін осындай табамыздың астына пергамент жайып, қамырымызды құямыз. Қамырымызды құйғаннан кейін жан-жағын жайып, 180 градуста 50-55 минут пісіріп аламыз. Мінекей кексіміз дайын, ас болсын. Каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.